қысылшаңда қиыннан қиыстырып жол табатын шешендердің әділ төрелігін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Ойрат пен қазақ бітімінен кейін тұтқын алмастыру болған ғой. Сол кезеңнің тағы бір үлгілі аңызына құлақ түрейік. Сол жолғы сапарынан туған жерге оралып келе жатқан Қазыбек шағын тобымен жол-жөнекей Қоңырат руының бір жігітінің үйіне қонып қалыпты. Қонақжай қазақ дәстүрімен қолын қусырып, қойын сойып, құрақ ұшып қымызын ұсынған үй иесінің жүзі сынық, көңілі күпті көрінген ғой. Қонақтар Әліптің артын бағып, суырыла сөйлеп сұғына қоймапты. Ет пісіп, табаққа түсіп, қонақтар алдына келіп те қалады. Сыйлы меймандардың мүшелі сыбағасын турап берген жігіт енді бір табақ етті майдалап кесіп, құрулы тұрған шымылдықты тұрып қалып, ағаш төсекте жатқан иттің алдына апарып қойыпты. Қонақтар аң-таң боп үнсіз отыра берген ғой. Жігіт сыртқа шығып кетіп, үй қасындағы үйшіктен үсті-басы алба-жұлба, мойнына дорба салған, шашы ұйысқан, бет-аузы тырысқан, көз кіртиген, өңі оңған бір әйелді ертіп кіріп, ит аяқтағы сүйек-саяқты алдына итере салыпты. Қазекең тіксініп қалып, қолын майлыққа сүртіп, кейін шегініп, арқасын жүкаяққа сүйеп, қасын қиғаштай кере, үй иесіне шаншылып қарап қалыпты. Жігіт те түйсіксіз болмаса керек, қолын кеудесіне төсеп, бас иіп, хикаясын бастап кетіпті. Сөйтсе, келіншек жігіттің қыздай айттырып алған әйел екен. Содан бірер жыл бұрын ойрат шабуылында қолды боп кетіпті. Қазақ ойрат бітімінен кейін келіншегін іздеп барған жігітті некелі жары кеудеден итерген ғой. Мұнда жүріп тұрмыс құрған ойрат күйеуіне әбден бауыр басып алған бәтшағар шіркін бұрынғы қазақ отағасына пысқырып та қарамай қойыпты. Қолға түскендерді тегіс қайтару керек дейтін тайшы әміріне бас иген ойраттың жігіті көнсе алып кете бер деп мәрттік танытыпты. Әйелді иліктіре алмай әбден мыс құрған жігіт алыстан әдейі іздеп келіп ем, ең болмаса әудем жер шығарып сал деп келіншекке жалынады. Амалсыз ілескен әйелді ұзап шыға беріп, мойнына қыл шылбырды тастап жіберіп, артына қағып салып, іліп ала жөнеледі. Ер жігіттің аты қанаты түнімен құйғытып, таң ата қазақтың жер шебіне жеттім деген мезетте артынан шаң көрінеді. Жарамды атпен қуып жеткен кең жауырынды ойрат күйеу екен. Анадайдан айқайлап дабылды қағып қалады ғой. Енді бұл әйелді жеңген алар. Кел бауырым, сенімен аянбай бір ойнайын деп қылышын ала ұмтылады. Жігіт те аттан қарғып түсіп, қарсысына шыға беріпті. Дәл сол кезде әйел жігіттің аяғынан шап беріп, екеулеп жерге алып ұрады. Ойраттың астына түсіп өлгелі қалғанда күшігінен асыраған иті жауын жарып тастапты. Содан бері өмірін сақтап қалған итті қадірлеп, иттік жасаған әйелге ит аяқтан ас беріп жүрген екен. Қаз дауысты Қазыбек ұзақ ойланып отырып, бір кезде қоңыр қаздай қаңқыл дауысты көмейден төгіпті деседі. Жүрекке әмір жүрмейтінін білмей, құштарлықтың қызыл тілді күрмейтінін білмей, сен жүректі білекпен жеңбек болыпсың. Құшағына өктемдікпен енбек болыпсың. Сенің өктемдігіңе көнбеген бұл айыпты емес, жүрекке ерік бермеген сен айыптысың. Одан соң бұл әйел басқаны ұнатқан үшін емес, жауыңа болысып сені құлатқан үшін айыпты. Сонымен айыпты айып жусында, ашуыңды ақыл қусын, бұл әйел төркінін тапсын. Сен өзің өшпенділіктен босап, еркіндігіңді тап деп кесігін шорт кесіпті би бабамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.